қалауды түсініп алдық. Қалау дегеніміз ол не? Біздің арманымыз, тілегіміз, ниетіміз, не қалаймыз бұл өмірде? Сол. Арман орындалу үшін қарсылық болмау керек. Ешқандай қарсылық болмау керек. Қарсылық болса, армандар энергиядан материяға кірмейді. Біздер қазір мына үшінші өлшемде өмір сүріп жатырмыз ғой. Үшінші өлшемде бізде 5 сезім бар. Көреміз, есіне ескейміз, дәмін татамыз, естиміз және ұстай аламыз үшінші өлшемде. Ал үшінші өлшемге барлығы қайдан келеді? Төртінші өлшемнен келеді. Төртінші өлшем дегеніміз міне. Біздің қиял, ой және сезім әлеміміз. Төртінші өлшем. Енді қараңыздар. Арман орындалу үшін ешқандай қарсылық болмау керек. Енді қарсылықтар дегеніміз не? Жазып алыңыздар. 1. Күмән. Болмайтын шығар. Маған жараспайды. Деген ішкі сенімсіздік. Қорқыныш. Егер сәтсіздікке ұшырасам ше? Деген үрей. Сенімсіздік. Өзіне, болашаққа, немесе процестің өзіне сенбеу. Ашу, ыза. Қалаған нәрсе болмаған үшін ашулану. Кінә сезімі.